Армысыздар көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар, студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Елімізде 19 қазан құтқарушылар күні. Осыған орай өңірімізде ерен еңбегі сіңген бірнеше төтенше жағдай қызметкері марапатталды. Шаһарымыздағы ойын алаңдары қаншалықты қауіпсіз? Бұл мәселені тексеру мақсатында қарағандылық белсенділер аулаларды бақылап қайтты. Қарағанды облысында жол көлік апаты салдарынан 3 адам қаза тапты. Тәртіп сақшылары жүргізушілерге жылдамдықты шектен тыс асырмауды, қарапайым ережелерді сақтауды ескертеді. Елімізде 19 қазан құтқарушылар күні. Төтенше жағдай қызметкерлері қиын жағдайда қалған жандарға көмектесіп, түрлі апаттардан адамдарды қорғауды өз міндеті санайды. Осыған орай өңірімізде ерен еңбегі сіңген бірнеше төтенше жағдай қызметкері марапатталды. Салтанатты шараға облыс әкімінің орынбасары мен департамент басшысы және сала қызметкерлері қатысты. Аталған мерекеге орай құтқарушылардың 7-10 жас аралығындағы балалары сурет салу және өлең оқудан 2 аталым бойынша онлайн сайысты. Байқауға қатысушылардың жалпы саны 50-ден асты. Соның ішінен Егіндібұлақтық 7 жастағы Көзайым Бейбіт сала қызметкерлеріне арнаған тақпағын айтып, жеңімпаз атанды. Қатерге тігер басына, жүрегі толы жасына, өрт сөндіруші ағалар батыр ойнағыз расында. Күн түндемей келетін, мұқтажға көмек беретін, көзінді ашып жұмғанша шапқанаттай жеретін. Облыстың апатты құтқару қызметтерінде барлығы 2000-ға жуық адам жұмыс істейді. Жыл сайын олар түрлі оқиғаға байланысты 10 мыңдай сапарға шығады. Атап айтқанда өрт сөндіру, медициналық көмек көрсету, адамдарды түрлі жағдайдан құтқару, жауынгерлік кезекшілікте де күн сайын ауа райына, мереке демалыс күндеріне қарамастан өз міндеттерін бұлжытпай орындайды. Аймағымыздың төтенше жағдайлар департаментінің басшысы Мұрат Қатпанов жиын барысында еліміздің төтенше жағдайлар министрі Сырым Шәріпқановтың құттықтау хатын әріптестеріне оқып берді. Жыл сайын біздің бөлімшелеріміз өртпен салуға, төтенше жағдайлардың салдарын жоюға Қазақстан Республикасының аумағында ғана емес, сонымен қатар шетелде де авариялық құтқару жұмыстарына қатысуда. Сіздердің қызметтік міндеттеріңізді адалдықпен, батылдықпен және ерлікпен орындайтындарыңызға сенімдімін. Азаматтық қорғау жүйесін дамыту ісіне баға жетпес үлес қосқан және өз өмірін халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету ісіне арналған ардагерлерімізге де алғысымды білдіремін. Ернұр Төлеуқұлов Алматы-Екатеринбург күре жолының бойындағы Шет ауданы Нұраталды ауылының тұсында құтқару бекетінде жұмыс істейді. Ол бұл салада тер төгіп келе жатқанына 12 жыл болыпты. Ернұрдың көп жылдық еңбегі ескеріліп, облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Бізге радиус беріледі, мысалы 70 километр, мысалы 10 жаққа, Қарағандыға или мысалы басқа жаққа. Сол радиус бойынша жұмыс істейміз. 112-ден звонок түседі, мысалы мынандай жерде мынандай апат болды деп, біз сол уақыт үшін 5 минутта уже шығып кетеміз. Бірінші көмек көрсетеміз да, алғашқы көмек көрсетіп, бірінші жақын жердегі больницаға барамыз. Мысалы бізде 5 адам болады, бір водитель, сосын құтқарушы, сосын 3 медик адам болады. Жаңағы біздің жұмыс, мысалы бірінші апат болған кезде адамдар қысылып жатса, біз жаңа адамды аман-есен алып шығып, медиктардың қолына тапсырамыз да, сосын бірінші көмек көрсетіп, жедел жәрдем несіне апарамыз. Құтқарушылардың мерекесінде облыстағы 2 қызметкерге майор шені берілді. Сондай-ақ министрліктің медалі мен мадақтамасы 4 адамға табысталды. Оған қоса 6 адамға облыс әкімінің алғыс хаты және 4 ардагерге ардагерлер кеңесінің медалі және төсбелгісі тапсырылды. Жаңабек Нар, Айнар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ашық жатқан кәріз құдықтар, балалар алаңындағы олқылықтар. Аманат партиясының белсенділері қауіпсіз қала акциясы аясында аулалардағы өрескел жайттарды анықтады. Қарағандыда барлық балалар ойын алаңдарына рейд жұмыстары жалғасуда. Басты мақсат қауіпсіздікті тексеру. Бақылау шараларын әкімдіктер мен төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері жүзеге асырады. Бұл акцияға жастар рухы, жастар қанатының еріктілері де қосылды. Олар арматураларды, баспалдақтарды, қоршаулардың қаншалықты бекітілгенін тексерді. У нас, во-первых, меры какие будут направлены? Бізде ең бірінші тексеріс жүргізіп, кейін қандай заң бұзушылықтар бар екенін анықтап шара қолданамыз. Қазіргі таңда жедел желі іске қосылды. Онда қала тұрғындары өз өтініштерін қалдырды. Жалпы 50-ден астам өтініш келіп түсті. Олардың айтуы бойынша ағаштан құлау қаупі, алаңдағы элементтердің дұрыс бекітілмеуі сынды балаларға төніп тұрған қауіп қатерлер бар екен.
Қауіпсіз қала бұл ең алдымен балалардың дұрыс жағдайда өсіп жетілуі дейді белсенді жастар. Өңірде тіркелген келеңсіз жағдайларды ескере отырып, бүгінде партия мүшелері осындай іс-шаралар арқылы жол көлік оқиғалары мен апаттар санын азайтуға және оның оң нәтижесін көрсетуде күш салуда. Мониторинг нәтижелері бойынша арнайы ұсыныс хаттар дайындалып, тиісті органдарға жолданады. Біз осындай акцияны жиі ұйымдастырып отырмыз. Соңғы рет бұл акция жазда өтті. Жазда бізге 50-ден астам қоңырау хабарлама түсті. Оның жартысы қазіргі таңда орындалып жатыр. Жартысы біз уже заявкаларды жаптық. Мысалы, Гапеева жақта бізде ойын алаңы болды. Сонда желден балалар ойнайтын тренажерлар түсіп кетті. Біз оны қайта орынға қойып тұрғыздық. Естеріңізге сала кетейік, балалар ойын алаңындағы қауіпсіздік жағдайы облыс билігінің бақылауында. Соңғы уақытта жеткіншектердің жарақат алуы жиілеп кетті. Ең ауыр оқиғаның бірі маусым айында Майқұдықта болды. Дұрыс бекітілмеген ойын алаңындағы жасанды көгал желдің қысымына төтеп бере алмай, үстінде жүрген балалармен бірге ұшып кеткен еді. Салдарынан бір жасөспірім өте ауыр жарақат алды. Ақбота Қаскенова, Айнар Амангелді, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облысымызда жол көлік апатынан 3 адам қаза тапты. Қайғылы оқиға бүгін, яғни 19 қазанда түнгі сағат 2 шамасында Қарағанды Балқаш тас жолында болды. Полиция департаментінің хабарлауынша, алдын ала болжамға сәйкес Ақжал кентінен 10 шақырым жерде 24 жастағы Chevrolet Cobalt автокөлігінің жүргізушісі жолда ұйықтап кетіп, қарсы бағытқа шығып кеткен. Салдарынан 47 жастағы азаматтың басқаруындағы Mercedes Actros жүк көлігімен соқтығысқан. Жол апатынан жеңіл көліктің жүргізушісі мен 2 жолаушысы оқиға орнында тіл тартпай кетті. Өз кезегінде тәртіп сақшылары облыс тұрғындарын жылдамдықты шектен тыс асырмай, қарапайым ережелерді қатаң сақтауды ескертеді. Құрметті жүргізушілер, жылдамдықты шамадан тыс асырмай, қарағымға қарсы бағытқа шықпай, түнгілігі уақытта шаршасаңыздар демалуға кеңес береміз. Өз өмірлеріңіз өз қолдарыңызда. Қарағандылық полицейлер бірден 2 қылмыстың жолын кесті. Облыс орталығында бопсалаумен айналысқан 3 азамат ұсталды. Сонымен қатар аса ірі көлемде есірткі жеткізу дерегі тоқтатылды. Тәртіп сақшыларына белгісіз біреулердің жас жігіттерден ақша бопсалады деген ақпарат келіп түскен. Күдіктілер жәбірленушілерге күш қолдану арқылы 27 және 57 мың теңге шағын несие, сондай-ақ 850 мың теңгеге тауарлық несие рәсімдеткен. Жедел іздестіру шарасы барысында осы іске қатысы бар деген 18 бен 20 жас аралығындағы 3 азамат ұсталды. Олардан айғақ заттар тәркіленді. Сонымен қатар күдіктілердің бірінен тапанша алынды. Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 194 бабы, яғни бопсалау бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдіктілердің екеуі уақытша ұстау изоляторына қамалды, тергеу әрекеттері жүргізілуде. Сондай-ақ Қарасора арнайы операциясы барысында қарағандылық полицейлер шаһарымызда аса ірі көлемде есірткі сатпақшы болған астаналық тұрғынды ұстады. Көлікке жүргізілген тінту жұмыстары кезінде 2 пакет синтетикалық зат, 3 ұялы телефон және 1 миллион теңге тәркіленді. Тәртіп сақшылары күдіктінің серіктестеріне ақпарат тарап кетпеу мақсатында бірден әріптестеріне байланысқа шықты. Онда әйел адамның үйінен тағы 500 граммға жуық мефедрон есірткісі табылды. Тәркіленген заттарға сараптама жасалып, оның шешіміне сәйкес есірткінің жалпы салмағы 2 келі 750 грамм аса ірі көлемдегі мефедрон есірткісі екені белгілі болды. Мефедрон есірткісінің 1,5 граммнан сату бойынша жазаның ауыр болатыны белгілі. Күдікті азаматшаға қатысты есірткіні сату мақсатында сақтау бойынша қылмыстық іс қозғалды. Аталған бапқа сәйкес күдіктіге дүние мүлкін тәркілеу арқылы 6 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Бұдан былай зорлық-зомбылық жасағандарға қатысты жаза мен тексеріс күшейеді. Мұндай қылмысқа барғандар баспана құқығынан айырылуы мүмкін. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінде өткен брифингте айтылды. Әкімшілік полиция комитетінің бөлім бастығы Руслан Қаржасбеков 1 шілдеде елімізде тұрмыстық зорлық-зомбылық үшін жауапкершілік күшейтілгенін еске салды. Сол күннен бері құқық қорғау органдарына осындай фактілер бойынша 27 мың арыз түсіп, оның 8% есептен шығарылған. Полиция перешла от заявителя к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений.
Заңға мынандай өзгерістер енгізу ұсынылып отыр. Тұрмыстық зорлық-зомбылық жасағандар қоғамдық жұмысқа тартылады. Сондай-ақ психокоррекциялық тренингтерден міндетті түрде өтуі керек болады. Агрессорды баспанасынан айыру, алкогольдік өнімдерді тұтынуға тыйым салу сынды өзге де өзгерістер бар. Полиция жұмысының сервистік моделіне көшу аясында қауіпті отбасылық агрессорларды анықтау және әлеуметтендіруге қатысты жұмыстар жүргізіліп жатыр. Және алдағы уақытта да бұл жұмыс жалғасын табатын болады. Бүгінде материалдық немесе өзге де тәуелділіктегі адамдарға дене жарақаты фактілері бойынша 49 сотқа дейінгі тергеп тексеру басталған. Ал сот шешімі бойынша 6000 құқық бұзушы қамауға алынды. Атап өтсек, алғаш рет еліміз бойынша зорлық-зомбылық пен буллинг құрбандары үшін сенім телефондары іске қосылды. Жәбір көргендер 111 аманат байланыс орталығына хабарласа алады. Сондай-ақ Қарағанды облысында отбасына көмек көрсету орталығы өз жұмысын бастаған болатын. Ол республика бойынша пилоттық жоба ретінде алғаш рет біздің өңірде ашылды. Мұнда тек нәзік жандылар қызмет етеді. Онда полициядан, заңгерлерден, психологтан, сот орындаушысынан, теологтан және еріктілерден көмек алуға болады. Сондай-ақ медиатор, дағдарыс орталықтарының өкілдері бар. Орталық барлық қажетті заттармен жабдықталған. Қызметкерлер жедел ақпаратқа қол жеткізу үшін құқық қорғау органдарының ведомстволық базаларына қосылған. Жалпы басты мақсат отбасылық тұрмыстық қатынастар саласында құқық бұзушылықтарды азайту. Аталмыш мәселемен күресудің жаңа әдістер енгізу кезінде халықаралық тәжірибе ескерілген. Еркеназ Жұмашева, Дастан Шанин, 1 Қараған телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Шағарымызда үлгілі отбасы байқауының жеңімпаздары анықталды. Үлкеннен үлгі алып, артынан ерген өскелең ұрпаққа өнеге көрсетіп жүрген 10 отбасы бақ сынасып, өз өнерлерін көрсетті. Барлық жанұя ақшалай сертификатқа ие болды. Отан әрбір шаңырақтан басталады. Осыны негізге алған облыстық тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы аудан мен қалаларда аталмыш байқауды ұйымдастырған болатын. Талапқа сай деген 10 үздік отбасы облыстық сайысқа іріктелініп алды. Ел арасында халық тұрмысындағы өнегелі құндылықтарды жаңғыртуға, отбасы мен некенің жағымды үлгісін таратуға, отбасы мәртебесін арттыруға бағытталған үлгілі отбасы байқауы 2-ші жыл қатарынан өткізіліп келеді. Қыздың 40 үйден қиып, жігітке жетпей өнерде аз деп, ұл қыздарын өсіп жетілдірген біздің ата-әжелеріміздің тәрбиесін ұмытпауымыз керек. Сондықтан бүгінгі байқаудағы үлгілі отбасы атағын ата-бабамыздың ежелгі дәстүрін, салт дәстүрін ұстанған, өзінің өнері мен өнегесін дәріптеп жүрген отбасылар енелейді деген біз сенімдеміз. Бүгінгі байқауға қатысушы барлық отбасыларға мен сәттілік тілеймін. Байқаудың мақсаты облыстық құндылықтарды дәріптеу, ұлттық тәрбиені жаңғырту, өткен күн мен бүгінгі күнді ұштастыра отырып, асыл мұрамыз болып сақталған ұлт қазынасын ұлықтау, ата-аналардың бала тәрбиесінде ұлттың тарихи құндылықтарын ұсынып, үлгілі отбасы болатындығына көз жеткізу, қоғамға үлгі болатын отбасыларды насихаттау болып табылады. Ежелден қалыптасқан ата салтымызды сақтау, сол дәстүрді сақтау, ардан аттамау, жақсылықтан аттамау, мінекей осы жағы бізге өте қажет. Міне осы тұрғыдан бүгінгіндей шаралардың өтіп жатуы дұрыс деймін. Бұл былтырдан басталды өзі. Міне 2-ші жыл қатарынан өтіп жатыр. Сол өтіп жатқан жағдайлардың барлығы сол кішкентай да болса, осы отбасына, шағын мемлекетімізге бір қосар үлесіміз болса, соны жақсылыққа шақыратын жәрдеміміз болса деген ниетпен өтіп жатыр. Бұның мақсат мүддесі де осыдан. Қатысқан жанұялардың әрқайсының өзіндік ерекшеліктері бар. Бір отбасылар балалардың жетістіктеріне тоқталса, бірі немерелерін өнерлерін мақтан етті. Отбасы мүшелері сайыс барысында өздерін таныстырып, үйлерінде ұстанатын заңдылыққа тоқталып, салт дәстүр, отбасы құндылықтары, парасаттылық қағидаттары бойынша қойылған сауалдарға жауап берді. Сол жанұялардың қатарында Тілеубектер әулеті де бар. Өзім спорт мектебінің басшысымын. Баскетбол, волейбол, қозғалмалы ойындар бойынша спортпен айналысам, және өзімнің балаларымды, Шахтин қаласының жастарын осы спортқа баулып, сол жолда еңбек етіп келатырмын. Бізде ұстаным бар, ол бізде белсенді қозғалыс, ұзақ өмірдің әдемі қарттың кепілі. Үнемі спортпен айналысамыз, таңғы жаттығуға барамыз. Содан кейін ұлттық ойындарды ерекше қолға аламыз. Осы 2 уақытта көп жұмыс істейміз. Байқау соңында 1-ші орынды Саран қаласынан келген Байқадамовтар әулеті иеленіп, 600 000 теңгелік сертификатқа ие болды. 2-ші орынды Шахтинск пен Қарағанды шаһарынан қатысқан Тілеубектер мен Мировтар жеңіп алды. Оларға 300 000 теңгеден берілді. 3-ші орынды 1-ден 3 жанұя қанжығаларына байлады. Әрқайсысы 150 000 теңге алды. Қалғандарына 100 000 теңгеден ынталандыру сыйлықтары табысталды.
Айжарқын Сейсен, Исмаил Абдрасыл, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қалалық Мұхтар Әуезов атындағы кітапханада ұлттық қолөнер ұлы мұратты шеберлік сабақ өтті. Іс-шараға өнерлі бала, Султик клуб мүшелері мен жас кітапханашылар қатысты. Шеберлік сабақтың басты мақсаты қазақ халқының мол қолөнер үлгілерімен таныстыра отырып, халық өнерін қастерлеуге, үлгі тұтуға үйрету. Кешке арнайы қонақ ретінде ұлттық қолөнер мектебінің негізін қалаушы қарағандылық кәсіпкер Дәмелі Ермекова шақырылды. Шараның модераторы кәсіпкердің өмір жолы мен кәсібі жайында оқырмандарға баяндады. Бүгінгі өткізіп жатқан іс-шарамыз бұл қазақтың ұлттық дәстүрін дәріптеу. Кейінгі өсіп келе жатқан жас ұрпақтарымызға қазіргі салт дәстүріміздің негізгі ерекшеліктерін сипаттай отырып, бүгінгі кешіміздің қонағы біздің Қарағанды қаласындағы кәсіпкер Қазына ұлттық үйірме мектебінің жетекшісі Дәмелі Ермековамен кездесу шеберлік сағатын өткіземіз. Мұндағы шеберлік сағатқа жаңағы негізгі көрсететін өзінің жасап жатқан кәсібі, ол кәсібі жайында біздің жас ұрпаққа қандай тәрбие бере аламыз. Осы жайында бүгін біздің кездесу кешіміз өтеді. Ұлттық қолөнер мектебіне балалар ғана емес, ересектер де қатысады. Атап айтсақ 8 жастан 70 жасқа дейінгі ардагерлер де бар. Ұйымдастырушылардың айтуынша, қолөнермен айналысу денсаулыққа өте пайдалы. Жүйке жүйе талшықтарының көбі саусақ ұшында болғандықтан, қолдың моторикасы жақсы дамиды. Сонымен қатар есте сақтау, ойлау қабілеттерін жақсарту үшін қолөнердің қосатын үлесі орасан зор. Бұл жерде біздің көбіне бағытымыз ұлттық қолөнерді дамыту. Ұлттық қолөнерді жас балаларға насихаттау негізінде жүргізіп жатырмыз. Және онымен қатар бізде жаңағы жиынтықтар жасап шығарамыз балаларға ыңғайлы болу үшін. Өйткені біздің қолөнеріміз, ұлттық қолөнеріміз өте бір төзімділікті талап етеді және жаңағындай ұзақ уақытты талап етеді. Қазіргі біздің жағдайда тез жылдам болып жатқан кезде балалардың өйтіп отыруға төзімдері жетпейді. Сондықтан біз өзіміздің ұлттық қолөнерді шағындап 40 минут, жарты сағат, 1 сағатқа ықшамдап сол уақытта бітіре алатындай сондай жиынтықтар арқылы ұсынып жатырмыз. Шеберлік сабақта балалар ши тоқыса, ересектер ұршық үйірді. Сондай-ақ оқырмандар қонаққа көкейінде жүрген сұрақтарын қойып, еркін форматта пікірлесті. Шара барысында қазақ халқының қолөнер атты кітап көрмесіне шолу жасалып, кеш концерттік бағдарламаға ұласты. Еркеназ Жұмашева, Сергей Високосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы Ақтөбеде жергілікті аттас клубқа қарсы 2 матч өткізді. Алғашқы кездесуде олар 2-1 есебімен жеңілді. Ал екінші ойында дәл осында есеппен алға шықты. Бүгінде Сарыарқа турнир кестесінде 7-ші орында тұр. Ақтөбеге жерлестеріміз жеңіс тұғырынан көріну мақсатымен барды. Еске сала кетейік, осыған дейінгі матчта сарыарқалықтар қарсылас команданы 4-2 және 8-4 есебімен жеңген болатын. Алайда бұл қуаныш жалғасын таппады. Бірінші кездесуде алаң иелері матчтың 2-ші минутында бірден шайба салды. Ойын барысында есеп теңестіріліп, екі жақта да дес бермеді. Бірақ соңғы 40-тан 5 минут бұрын Ақтөбе командасы алға шықты. Есеп 2-1. Бірінші кездесу ақтөбеліктердің еншісінде. Екінші кездесуде есеп санына біраз өзгерту енгізілді. Бірінші шайбаны қарағандылықтар соқты. Екінші 20 минуттың соңында Сарыарқа тағы қанжығаларын алпай қосты. Ал үшінші кезеңнің басында ақтөбеліктерге жерлестеріміз өз есебін жіберіп алды. Сарыарқаның екінші матчтағы жеңісі 1-2 есебімен өз мәресіне жетті. По вчерашней игре нас подвели удаление. Кешегі ойынға келетін болсақ, ойыншыларымыздың матч барысында шығып кетуі қиындық туғызды. Ойынның тәртібі сәл ақсап тұр. Әрине, бір ғана ұпаймен жеңіске жету оңай емес. Әсіресе ойын тең есепте жүрсе, соңына дейін екі команда да бар күш-жігерлерін салады. Біз олардан бір ұпай артта қалып, қателік жібергендіктен кешегі ойын жеңіліспен аяқталды. Бүгінде кешегідей ойын қызу жүріп жатыр. Ақтөбеліктердің алаңдарында ойын көрсету қиынырақ екен. Ойыншыларымыз бұл додада жеңіс тұғырынан көріну оңай емес екендігін алдын ала ескерттім. Барлығын аталмыш жеңіспен құттықтаймын. Ойын жақсы өтті. Барлық ойыншылар бірігіп, жұмыла жұмыс атқарғандықтан жеңіске жеттік дегім келеді. Менің ойымша, әрбір ойынның өз қиыншылықтары болады. Жеңіл түрде бірден ұтатын ойындар бола бермейді. 16 ойынның қорытындысы бойынша 18 ұпаймен Сарыарқа турнир кестесінің 7-ші қатарынан орын алды. Еске сала кетейік, Атыраудан қазан айының 21 және 22 жұлдызында Сарыарқа жергілікті Бейбарыс клубымен ойын көрсетпек. Ақбота Ғаскенова, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қаламызда өткен грек-рим күресінен республикалық турнир өз мәресіне жетті. Жарыс Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы Владимир Лепеханы еске алуға арналған. Турнирде 130-дан астам жас спортшы бақ сынасып, қарағандылық балуандар 18 медальді қанжығаларына байлады. Жастар спорт кешенінде Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген жаттықтырушысы және классикалық күрестен КСРО спорт шебері Владимир Лепехан еске алуға арналған грек-рим күресінен 9-шы республикалық турнир өтті. Қарағанды облысының жас спортшылары 18 медаль жеңіп алды. Атап айтсақ 5 алтын, 5 күміс және 8 қола жерлестеріміздің еншісінде. Жарыста төрешілер командасына әйелдер күресінен спорт шеберіне кандидат Ксения Дробина басқарды. Жақында Ханчжоудан оралған ол күресте қазылар алқасы қатарынан жалғыз әйел болды. Қазір Ксения Дробина 2024 жылғы Олимпиада ойындарында төрешілік етуге дайындалып жатыр. Мен дәл осы турнирдің төрешілер командасын бірінші рет басқарып отырған жоқпын. Бізде барлығы 22 төреші бар. Олар Қазақстанның түрлі облыстарынан жиналған. Қатысушыларға тоқталатын болсам, Қызылордадан келген Жетісу облысының палуандары әрқашан жақсы күреседі деп айта аламын. Әлия Молдағұлова атындағы Олимпиадалық резервтің облыстық мектеп-интернат колледжінің 15 жастағы тәрбиеленушісі Ильяс Ибрагимов турнир жеңімпазы атанды. Ішілген ағасының ізін жалғастырған ол бұл спорт түрімен 5-ші жыл қатарынан айналысып келеді. Олимпийским чемпионом. Менің ең бірінші мақсатым Қазақстан чемпионатын жеңіп алу. Мен чемпион болуға тырысамын және жеңемін. Алғашқы кезеңде қызылордалық қатысушымен бақ сынастым. Ал екінші кезеңге тоқталсам, 8-0 есебімен көкшетаулық палуан жеңіп, финалға жолдама алдым. 2 күнге созылған жарыс 2007-2008 жылы туған 133 жас қатысушының басын қосты. Шаһарымыздан 50 спортшы қатысса, жалпы додаға 9 облыстан үміткерлер келді. Ұйымдастырушылар бабалар есімін жаңғыртып, олардың өнегелі өмірін, ел дамуына қосқан өлшеусіз адал еңбегін бүгінгі буын санасына сіңіруде мұндай жарыстардың маңыздылығын ерекше атап өтті. Турнир жеңімпаздары арнайы кубок пен медальдарға ие болды. Сондай-ақ Владимир Лепеханың отбасынан үздік техника және үздік лақтыру үшін жеке сыйлықтар алды. Ақбота Қаскенова, Айнар Амангелді, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 4206-49 телефоны бойынша хабарласуыңызға болады. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.